Бұл бағдарда кітаптың рухы сақланған болып, дүнияны өзгертуші мұқаддес кітаптағы уақиялар апойластырылып көрсетілген. Алдыңғы бөлімлерде ұлы қаһарманлар Яһуда халқын Құдайға деген сеніміменен басқарды. Муса Израиль халқын Мысыр құллығынан азат етті. Құдайым! Менің ізіме еріңлер! Иешуа Навин оларды уәде етілген жерге алып келді. Израиль! Дауд Израильларды біріктіріп, Иерусалим қаласын басып алды. Ал енді олардың әуләдін римлілер һәм Понтий Пилат басқарды. Римлілер жауыз, олар ұрылар. Халық қатты ғазепте, олар барып Пилатқа айтпақшы. Ол оларды қырып таслайды. Қасына жақындауға мүмкіншілік те болмайды. Сіздер түсінуіңіз керек болған нәрсе, қожайыныңыз не істеп атқанын біліңлер. Пилат болса, жүздеген яһудилерді қырып таслады. Бас рухани Каяфа Пилаттың және болатұғын тәртіпсізліклер үшін оларды өлтіріп, ямаса ибадатхананы жабуынан қорқып, қауітерге түсті. Бүткіл Галилаға Иса хақындағы хабар тарқап кетті. Егер хақлыққа мүтәж болсаңлар, маған келіңлер. Һәм мен оны сіздерге беремен. Маған Насыралы жас пайғамбар Иса хақында хабар берді. Галилада оның ізіне ерушілер көп екен. Оны караматлар көрсетеді дейді. Иса жауыз рухларды қуды. Ауруларға шипа берді. Әтте өлілерді де тірілтті. Мыңлаған адамлар оның Масих екеніне сенді. Олар сізде патша қылғысы келіп атырыпты. Яһудилердің патшасы. Ұстаз, біздерді жетеле өзіңнің армиян қылып. Яқ, армия болу бұл шешім емес. Енді Иса һәм оның шәкіртлері Иерусалимге қарай жол алды. Галилалы құтқарушы Иерусалимге өз уақытында келеді. Құтқарылу байрамында. Пилат бұны біле ме? Мұқаддес кітап. Демалыс күні Пасха байрамынан бір хәпте алдын. Насралы Иса. Сен яһудилердің патшасысың ба? Менің патшалығым бұл дүниядан емес. Ол тек қана өзін өзі алдаған үшін жазаланып атырыпты. Һәм ол біздердің мұқаддес низамларымызды аяқ асты қылды. Ол Құдайға тіл тигізгені үшін айыпланады. Ақшаларыңды қайтып ал. Мен сені алдын көрдім. Сен оны танисың. Оның менен ұлыма қатынасым жоқ. Олар оны өлтіре жақ. Өлтірің. Сен бір өмір бұл ісіңе пұшайман жейсің. Бір хәптеден ол хақында ұмытады. Сен қаяқта едің? Сен оған жартас болуың керек еді. Мен оны алдадым. Енді одан кешірім сұрай алмаймын. Әкежан, оларды кешір. Олар не істеп атырғанын білмейді.